Такси ма ордос? Такси ма? Қалайсың? О, Жәке, қош келдіңіз деп айтпай қойын енді. Бұл Гон шоу. Қандай шоу? Гон шоу. Әңгімелесейік. Бүгін бізде қонақта актер, шоумен Жахан Отарғалиев. Жәке, енді ыңғайсыз болса сұрақ қойын, шай ішесіз бе? Ішейін? Мен де ішейін онда. Давай. Сіз кино қараған кезде қандай өлең тыңдайсыз? Ладно. Жалпы сіз Инстаграмда барсыз ба? Иә. WhatsAppта ше? Иә. Друг вокруг ше? Жоқ. Жаль. Қазақстандағы ең таза адам кім екенін білесіз бе? Жоқ, кім? Тазабеков. Ай, неме? Сен ең лас адам кім екенін білесің бе? Кім? Сұрап отырмын, білесің бе? Мен білмей тұрмын сол. Білмейді екен мен. Все. Сіз білмейсіз бе? Білмейді екен. Білмейді екен. Сіз жалпы той басқарасыз. Егерде сіз деген керемет тойды бастадыңыз, мысалы, и свет өшіп қалды. Сосын 5 минуттен кейін жанды, халықтың бәрі ұйықтап отырады ше. Брат, мен бір сұрақ қояйын, мысалы. Новый вокзал бар ғой сіздерде, Нұр-Сұлтанда, Нұрлы жол. Нұрлы жол вокзалының қасында ресторан бар да. Кеше сол жерде Мейрамхана. мейрамхана, иә. Сол жерде бір той болды. Мейрам болды. Мейрам, иә, той. Сол бір тамады келіп жыртып тастаған, сол кім екенін. Асаба. Асаба, иә. Сол келіп тойды жыртып тастаған ғой. Сол тамаданы танымайсың ба? Велосипед бар ма, брат? Так, сенде жоқ қой велосипед? Жоқ. Бар екен. Егерде сізді тойға Әміржан Қосанов жалдаса, сосын ақшасын бермей алдап кетсе ше? Кім ол кісі? Қосанов танымайсыз ба? Жоқ. Қосанов деген 1 апрель күні дүниеге келген кісі. Сіздің ең алғашқы той жүргізгеніңіз есіңізде ме? Иә. Жаман. Қалай болды? Жаман шайдың прикинь. Да. Сен де болдың ол кезде. Апашкин той ғой. Нода болған ғой. СМС келеді. СМС ба? Мен де оқысам бола ма? Бірінші кім? Алло. Жәке, сіз үшін бұл өмірде не қымбат? Отбасым қымбат. Сағаншы? Ақша? Мысалы, мен қазір келем деген қытайша қалай болатынын білесіз бе? Жоқ, қалай болады? Сол мен де білмей тұрмын, сол сенің сайын деген ғой. Шин, хау. Сен егерде білмесең, айт. Білмейін де айтшы. Жалпы сізде андай бола ма? Бірімен сөзге келіп қаласыз да, и сіз оны бір соғасыз, и анау сізді 2 соғады, и сол кезде сіздің ұйқыңыз келетін бола ма? Жоқ. Көреміз ба? Көрейік, брат. Көрейік. Сөйлейді екен ғой да? Саған негізін қай жаққа ол? Алматыға. Біз Ақтөбеге кетіп отырмыз. Жолдан түсіп кетпейсіздер ме? Түсіп қалшы. Сосын? Түсіп қал. Аняна ұстайсың ғой, Аняна. Жолдың ар жағына істейсің. Жәке, жалпы сізді көргеніме өте қуаныштымын, сөзің ашық. Соңғы киноңызды көрдім, өте жақсы. Кеттік.
Жәке жалпы естіп жатырмыз, сізді біреумен жүріп жатыр ғой. Кете кім айтты оны? Сол біреу айтты. Сіз соңғы кезде қандай киноға түстіңіз? Красавчики до нашей эры деген. Соған сіз шақырдың да. Вкус жоқ екен да, кастинг директордың. Футбол қалайсыз ба? Жоқ. Онда сіздерге Месси дайынсыз ғой. Иә. Егер де Месси Барселонадан кетіп қалса, орнына кім келетінін білесіз ба? Кім келеді? Тоқаев келеді. Неге не ма? Сен осы күнге дейін сіздің передачаны көргенмін да, Гон шоуды да. Неге бәріне дерзкі сұрақ қойдың да, маған келгенде шай өтсін. Өйткені бұл бағдарлама почти 3 ай болды шықпағалы. Совсем қарап қалдым. Сізге ұнамай... Сен менімен вообще жауып тастайын дептісің ғой передача. Соңғы 2018 жылы Мисс Қазақстан түрін көрдіңіз бе? Жоқ. Мен көрдім, мен еще оған түшкірген көрдім. Оказывается, қатты Мисс емес екен. Не? Сіз үшін Қазақстандағы ең танымал жұлдыз кім? Қазақстандағы ма? Иә. Достар, біздің каналға жазылыңыздар, лайк басыңыздар, және де комментарий жазыңыздар. Келесі қонақта кімді көргіңіз келеді, соны жазып кетіңіздер. Біз по-любому еркес маған шақырамыз. Неге әншілер микрофон былай ұстайды? Ал неге КВНщиктер былай ұстайды? Ал неге жаңа басып жүрген Таматыл былай ұстайды?